Ассалаумағалейкум, құрметті қалың қазақ елім және де ағайын туған бауырлар. Міне, Ғабит Мүсірепов атамыз айтқандай, елің үшін қуан, елің үшін қайғыр дейді ғой. Еліміз үшін қуанатын жағдай болып жатыр. Міне, тарихи оқиға болып жатыр. 4 жылда бір келетін 2020 жазғы олимпиадалық ойындардың алғашқы күнінде дзюдо күресінен палуанымыз міне Елдос Сметов отандасымыз өзінің сондай шеберлігі, ержүрек ерлігі десек те болады. Міне, табандылығының арқасында қола медальға қол жеткізді. Оған көбіміз куә болдық, көбіміз көре алмадық. Халқың үшін қайғыр дейді ғой. Халқымыз үшін қайғыратын нәрсе ол осы белдесулерді тікелей эфирде өз тілімізде рухымызды көтеретін намысты сөздерді насихаттай отырып көрсететін телеарналардың көрсетпеуі. Себебі мынау енді көрші мемлекеттерімізге телміріп қарап қалдық. Солардың телеарналарынан біреуміз көріп, біреуміз көре алмай жатырық та. Міне, Инстаграм болсын, әркімнің парақшасына кіріп, Ресейдің, өзбек ағайындарымыздың телеарналары тікелей эфирде беріп жатқанда, біздің қазақ елінің телеарналары қайдағы жоқ спорт каналынан басқа нәрсені көрсетіп жатыр да. Ең өкінішті нәрсе осы болып тұр. Бұл білмеймін енді Қазақстанның ұлтымызға жасалып жатқан бір құйтыртқы әрекеті ма, мынау ел басында басқарып отқан ел азаматтары, намысы бар, елім жерім дейтін азаматтар ойлану керек. Себебі осынша палуандарымызды көріп өсіп өнген жастарымыз ертең сондай рухты, намысты жастар болып тәрбиеленеді деп ойлаймыз. Бірақ оны көрсете алмай жатыр, өкінішке орай. Қайдағы жоқ біреудің қансығы біреуге тансық бопты деп, қайдағы жоқ бір үндінің, қайдағы жоқ бір Корейдің қыстекелерін көрсеткенше, осынша елдің намысын оятатын рухты осындай спорт түрлерін көрсетсе жөн болады деп айтқым келеді, құрмет.